Саламатсыздар ма балалар? Мен сіздерге бүгін әжемнің ертегісі жобасы аясында жазушы Дәнеш Ахметұлының «Қоян жылы» атты кітабындағы аю мен бала туралы ертегісін айтып берейін балалар. Ертеде өткен заманда бір жетім бала өмір сүрген екен. Оның әке шешесі болмағандықтан бала өз күнін өзі көру үшін орманнан барып ағаш отын дайындап күн көрген екен. Бір күні ағаштарды кесіп отын дайындап болып қалғанда артынан аю келіп, «Ей, мен кіммін?» деген дауысты естиді. Артына қараса, маңқиып, салбырап тұрған дәу үлкен аюды көреді. Аюды көріп, «Тақсыр, сіз аюсыз» дейді. «Тағы да мен кіммін?» дейді. «Сіз осы орманның патшасы» дейді. «Тағы да мен кіммін?» дейді. «Сіз осы ормандағы аң құстардың әміршісі» дейді. «Ал сен кімсің?» дейді балаға. Бала тұрып, «Мен осы орманды кесіп құрту үшін келген жанмын» дейді. Бала ағаштың басына үрмелеп шығып алады. Ағаштың басына шығып, «Мына тұрған, көрдің бе, мына жақты да, ана жақты да түгелдей бәрін кесіп құрту үшін келген жанмын» дейді. Аю таң қалып балаға қарап қалады. Бала болса, «Аю, кел екеуміз бірігіп күш сынасайық» дейді. Аю біраз ойланыңқырап барып, «Жарайды, күш сынасайық» деп барып, үлкен ағашты барып сілкілейді, жұлмалайды. Бірақ ағаш болса құламайды. Жапырақтары түсіп, біраз бұтақтары ғана түседі. Бала болса өзінің кесіп барып, қатты күшін алып, итеріп қалғандай болғанда, ағаш болса гүрс етіп жерге құлап түседі. Сол кезде аю шошып кетіп, «Ойбай, сенімен күшіңмен тең келетін ешкімде жоқ. Саған осы төңіректегі аң құстардың бәрі қызмет етейік. Сен мына ағаштарды кесіп жойма көзін» дейді. Бала, «Жарайды, мақұл» деп келіседі. Содан аю үңгіріндегі өзінің тұғылы жатқан дорбадағы асыл тастарына кеп балаға береді. Ал аң құстар болса, ара болса бәрі жабылып, түрлі жемістерді теріп, әкеп алдына үйіп төгіп қояды. Бала болса шалқып-балқып өмір сүреді. Бір күні қасқыр келіп, аюдың қорбаңдап, балды алып көтеріп баратқанын көрген аюды қасқыр, «Ей, қорбаңбай, қайда барасың, андағы балды қайда апаратсың?» дейді. Сол кезде аю, «Осы жерге бізге күшті мықты бала келді. Сол балаға бәріміз қызмет етіп жүрміз. Балды сол балаға апаратырмын» дейді. «Өй ақымақ, балды оған апарғанша қой, сол балаға қызмет ете бересіңдер ме? Соға мен алып баршы, мен барған соң тулақтай талап бытшысын шығарайын» дейді, «о балаңды» дейді. Аю ақымақ, «Жарайды, онда біріксек бірігіп барайық» деп қасқыр екеуі серіктесіп балаға келе жатады. Бала болса алыстан қасқыр мен аюдың келе жатқанын көріп, тығылып отырып, «Әй қой, мыналар маған бір қастандық жасап жүрмесінге» деп аюдың жолына тұзақ құрып қояды. Ал қасқырдың жолына қақпан құрып қояды дағы өзі ақырын қарап отырады. Аю болса қорбаңдап, ойында ештерсе жоқ келе жатып, созылып тұрған жіпті көргенде, «Бұл нағыл деген жіп» деп тарт кеп қалғанда, аю құрып қойған тұзаққа түсіп қалады. Ал қасқыр болса қақпанға түсіп қалады. Екеуі ойбайлап, әлгі құрып қойған тұзақтан қақпаннан шыға алмай, естері шығып жатқанда бала келіп қасына келіп, «Не болды саған, аю?» дейді. «Ойбай, мына тұзақтан құтқар мені, жаным шығып баратыр» дейді. «Көрдің бе, аю ақымақ, сен қасқырға ілесіп, маған жамандық жасайын деп келе жаттыңдар. Енді мен саған қайтып көмектесем» дейді. «Кешір мені» деп жалбарынады аю. «Жарайды, онда тұзақтан мен сені мына құтқарайын, бірақ та сен ана қасқырдан өшіңді ал» дейді. Аю «Жарайды» деп қатты ызаланып, долданған аю қасқырды барып ұрып соғып көзін жойған екен. Көрдіңдер ме балалар? Бала өзінің тапқырлығы мен ақылдығы мен өзінің тигеніне жеткен екен. Шалқып-балқып жақсы өмір сүрген екен. Ал енді балалар, сендер де осы бала сияқты тапқыр, ақылды болсаңдар, өз дегендерге жетесіңдер. Осымен ертегім аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар балалар.